Сәлем достар. Кеше әпкем мынадай шұжық алып келіпті. Фермат дүкенінен. 4300 теңге тұрады. Қалай ойлайсыздар? Қымбат барсам ба? Базардан аласың ау, бірақ білмеймін, дәмді болмайды. Ферматтікі адал, дәмді болады. Қазыларды таза. Газға қойдым. Кастрюль емес, осы табаға пісірейін деп жатырмын. Болды. Бір жарым сағаттай пісірем. Нанды, яғни қамырды осы шұжықтың сорпасына илеймін. Забыла. Пена надо выбирать. Қамыры өзіміздің етке илейтін қамырдай қаттылау болу керек. Қамыр біздің етке жаятын қамырдай емес, әлде қайда қалыңырақ болады. Шамамен жарты сантиметр. Бұны галушки деп те атайды. Қараңыздар, жасалу өте оңай. Осындай кішкентай бауырсақшалар. 3 саусақпен басамыз да, былай сыдырамыз. Болды, мінеки дайын. Басамыз, сыдырамыз. Мынадай шиыршықты алып шыға келеді. Мынау менің сүйікті соусым, негізі айран, шамалы майонез қосам, немесе қаймақ қосуларыңызға болады. 2-3 чеснок және укроп. Керемет соус, мен мұны пельменге де, манты жасаған кезде де қолданамын. Өте тамаша, тамақтың қорытылуына көмектеседі.
Мынау фермак дүкенінен алған шұжық өте дәмді, керемет. Мінекей бір шұжықтан кәдімгідей бір табақ тағам жасадық. Өзіміздің бешбармақтан кем емес, енді сондай нан ғой. Тек қана қалыңдау иленге жайылған және шиыршықталған қамыр, шиыршықталған нан өте дәмді. Айран соусын қосып жесеңіздер тіптен керемет болады. Өте тойымды, асқазаның да ауырмайды дегендей. Керемет тағам. Бұл шешен халқының тағамы. Как же это вкусно! Тесто на бульоне. На бульоне вот этой красотки. Мне больше всего здесь нравится тесто. А это соус кефирный с чесноком. Песня. В общем, готовьте. Готовьте со мной. Вы мне потом спасибо скажете. Мясо не обязательно конина. Есть люди, которые не едят конину, да, национальности, представители других национальностей, для которых конина непривычна. Вы можете вот такой бешбармак с галушками приготовить из говядины, баранины. Хотите, со свининой приготовьте. Это очень вкусно. Главное, чтобы тесто готовьте на бульоне мяса. И варите там же в бульоне. Мясо вытащите и в бульоне сварите. Это очень-очень вкусно. Қарағандарыңыз үшін, тыңдағандарыңыз үшін сіздерге алғыс білдіремін. Всем спасибо за внимание, за то, что вы смотрели, наблюдали за мной. Всех уважаю и ценю.